Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі қуырдақ тағамын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі тойымды тағамдардың бірі. Ал ендеше бісміллах деп ең алдымен осылай еттің өзінен шыққан іш майларды орташа бөліктерге бөліп кесіп аламыз да қазанымызды қыздырып, соның ішінде осы майды ерітіп, осы майда етімізді қуыратын боламыз. Қақпағын жауып, орта отқа қойып ерітеміз. Енді осы аралықта етімізді кесіп дайындап алатын боламыз. Етті өз қалауларыңыз бойынша бөліктерге бөлсеңіздер болады. Мен осындай орташа бөліктерге бөліп кесіп алдым. Достар, егер де осындай қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз келсе, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, арнаға тіркеліп, лайк басып, және де басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюыңызды сұраймын. Етіміздің барлығын орташа бөліктерге бөліп кесіп алдық. Мен түйенің етінен жасап жатырмын. Кез келген өзіңізге ұнайтын еттен жасай берсеңіздер болады. Бөлек ыдысқа салып аламыз да етті. Енді етпен бірге басқа да ішкі құрылыстарынан бірге қосып қуыратын боламыз. Мен де мына жерде жүректі кесіп жатырмын. Жүректі де дәл солай орташа бөліктерге бөліп кесіп алатын боламыз. Ішкі құрылыстарынан жүрек және бүйректі етпен бірге қуыратын боламын. Сондықтан да бірден етпен араластырып салатын боламын. Енді мына жерде мен бүйректі кесемін. Бүйректі де дәл солай барлығын сол еттің көлемінде етіп кесіп аламыз. Керек емес жерлерінен міндетті түрде тазартып алыңыздар. Сосын орташа бөліктерге бөліп бүйректі де кесіп аламыз. Бүйрегімізді де кесіп дайындап алдық. Ендігі кезекте бізде бауырды ет барлығы піскеннен кейін ең соңында салатын боламыз. Мінекей осы аралықта біздің майымыз еріп осылай дайын болып тұрады. Өз қалауларыңыз бойынша ішіндегі майларды алып тастасаңыздар болады, ерген. Ал мен осы майдың үстінде қуыратын боламын. Алдын ала дайындап кесіп алған еттерімізді осының үстінен саламыз да қатты отта қуырамыз. Етімізді майға салғаннан кейін өзінің бойынан суы бөлініп шығады. Сол суы тартылғанша жақсылап қатты отта қуырамыз. Мінекей біздің етіміздің суы тартылып, байқасаңыздар майы ғана қалды. Кішкене еттеріміз осылай қызара бастағаннан кейін үстіне өз қалауларыңыз бойынша молдау етіп, пиязымызды салып, жақсылап қатты отта пиязымыз жұмсарғанға дейін қуырамыз. Мінекей біздің пиязымыз жұмсарып қуырылды. Енді оның үстіне дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырамыз да. Менде ет кішкене қаттылау, сондықтан да кішкене су құйып, жай отта тағы да жарты сағатқа бұқтырамын. Мінекей біздің қуырдағымыз пісуге жақын қалды. Енді өз қалауларыңыз бойынша мен сияқты картошка салсаңыздар болады. Картошкамызды саламыз. Артынша орташа бөліктерге бөлінген бауырымызды да бірден саламыз. Менде картошка тез пісетін картошка болғандықтан бауырымен бірге салып жатырмын. Егер ұзақтау пісетін болса, бірінші картошканы салып 5-10 минут бұқтырып, кейін соңында пісуге жақын қалғанда бауырды салып 5-10 минут қана бұқтырып аласыздар. Мінекей біздің қуырдағымыз көріп тұрғандарыңыздай пісті. Картошкамыз піссе болды бізде. Осымен біздің қуырдақ тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі тойымды тағамдардың бірі. Сіздермен болған Фариза. Егер де менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз.